Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Мадина дәмді тағамдар каналы. Бүгін сіздермен той мерекеде міндетті түрде дастарханымыздан табылатын ұлттық тағамымыздың бірі бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Бауырсақтың рецептері өте көп, соның ішінде ашытқымен дайындалатын түрін ұсынамын. Алдымен ыдысымызға 300 мл жылы сүт құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы керек. Және 300 мл жылы су, 1 ас қасық тұз, 1 шай қасық қант және 1 ас қасық дрожжи саламыз. Дрожжи ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Апара жасамаймыз, бірден қамыр елеп кетеміз. Таза ыдысқа алдын ала ұнды едектен өткізіп алдым. 940 грамм ұн аламыз. Дайын сұйық массамызға ұнымызды салып, қамырымызды едеуді бастаймыз. Оннан сәл ғана кішкене ұнды алып қалдым. Қалғанын барлығын қосып жібереміз. Ұнды міндетті түрде едектен өткізіп аламыз. Електен өткен ұн оттегімен байиды, сондықтан да жақсы көтеріледі. Алдымен ұнды біріктіріп аламыз. Біріктіріп алғаннан кейін қалған ұнымызды қосып, қамыр едеуді жалғастырамыз. Осыдан артық ұн қоспаймыз. Қамырымыз басында жабысып қалатындай болып көрінгенімен, кейіннен қамырды едекеде өзінің әдемі формасына созылмалы болып енетін болады. Қамырымызды біркелкі етіп жинап болғаннан кейін, қамырымыздың үстіне 3 ас қасық күнбағыс майын қосамыз. Ары қарай илеуді жалғастырамыз. Видеода көрсетілгендей етіп, қамырдың иін қандырып илеп аламыз. Қамырдың жақсы иленуі өте маңызды. Жақсы иленген қамыр әдемі болып көтерілетін болады, біркелкі болатын болады. Иі қанып иленген қамыр жұмыс жасауға өте жеңіл болатын болады. Міне біз қамырымызды илеп болып қалдық. Қамыр осындай қолға жабыспайтын, созылмалы болып шығатын болады. Енді қамырдың бетін жауып, қамырымыз ашығанша қалдыратын боламыз. Қамырдың ашу уақыты 1,5-2 сағаттай уақытты алады. Қамырдың ашуы сіздің дрожжыңыздың сапасына байланысты болады. Және де жылы жерге қойып қою керекпіз. Қымтап, бетін жауып, жылы жерге қойсаңыздар тез ашитын болады. Менің қамырым ашып дайын болды. Менде 1,5 сағаттай уақытта қамырым ашыды. Енді осы қамырды 4 бөлікке бөліп, 4 күлше дайындап аламыз. Және ол 4 күлшені 5 минуттай уақытқа бетін жауып қойып қоятын боламын. Яғни 5 минуттай уақыт тындырып қоямыз. Тынып тұрған қамыр оқтаумен тез жайылатын болады. Тынып тұрған қамырмен жұмыс жасаған жеңіл болады. Ары қарай оқтаумен 4 күлшемізді жайып аламыз. Жайып алған қамырымыздың қалыңдығы 8-10 мм болса жеткілікті болады. Видеода көрсетілгендей етіп 4 күлшемізді де кезекпен жайып аламыз.
Күлшелерімізді жайып алғаннан кейін осындай формамен, дөңгелек формамен кесіп шықтым. Бокалмен, стаканмен кесіп алсаңыздар да болады. Мен қолданған дөңгелек форманың диаметрі 8 сантиметр. Қамырдың қалған бөліктерін жиыстырып алып қоямыз. Ол қамырдың қалған бөлігінен ши бауырсақ дайындайтын боламыз. Екінші қамырымды осындай арнайы кескішпен кесіп алдым. Формасын шаршы етіп кестім. Осындай төртбұрышты форманы пышақпен де осылайша кесіп алсақ болады. Төртінші көшемді де осындай дөңгелек формамен кесіп алдым. Қалған қамырларымды осындай кішкене бөліктерге бөліп созып аламыз. Созып алған қамырларды пышақпен бөліп кішкене ши бауырсақтарымызды дайындап аламыз. Бір-біріне жабыспайтындай етіп, бір-бірінен алшақ орналастырамыз. Барлығын кесіп дайындап алғаннан кейін табамызға күнбағыс майын құйып қыздырамыз. Майымыз қызғанша бауырсақтарымыз көтеріліп дайын тұратын болады. Ең алдымен ши бауырсақтарды пісіріп алдым. Алдын ала дайындап қойған ши бауырсақтарымызды қызып тұрған майға саламыз және үнемі араластырып отырып, біркелкі етіп, қызарғанша пісіріп аламыз. Қалған бауырсақтарымызды да дәл осылай табаға қызып тұрған майға салып, екі шетін кезегімен ауыстырып отырып, қызарғанша пісіріп аламыз. Пісіп дайын болған бауырсақтарды бөлме температурасына дейін суытып жайып қоятын боламыз. Астына бумажный полотенце төсесеңіздер, артық майлары болса сіңіріп алады. Бауырсақтарымыз толығымен суығаннан кейін целлофанный мешокқа салып сақтасақ, беті қатпай жұмсақ болып тұратын болады. Өте дәмді үлпілдек бауырсақтарымыз пісіп дайын болды. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Міндетті түрде пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Егер видеом ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.